엄마 빨리 와. Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз қыздармен коттеджге барайын деп жатырмыз. Бассейнде шомылып, демалып, сол қыдыртуға апарып жатыр. Бұл айда, келесі айда Чеджудоға барамыз. Мен, план все поменялось. Мен кетсем деп ойлап жатқан едім, опять қалатын болдым. Қалуымды сұрап, олар мені бір оқуға кіргізді. 27-сінен бастап мен нан дайындайтын ютубтағы бар нәрселерді Кореяда курста үйренейін деп жатырмын. Үйретіп мені потом экзамен тапсырып, если экзамен нормально болса, можно жұмысқа орналасу. На самом деле экзамен қиын дейді. На самом деле анау дайындау оп-оңай қиын емес. ютубта барлығы бар. Гүлжамалдың сайтында деп. Сол нандарды үйренейін деп жатырмын. Мінеке біз енді жолға шықтық. 4 қыздай болып, және де мұғалім екеу газельдің артына отырдық. Кетіп бара жатырмыз. Сіздерге әдейі жолдарды түсіріп жатырмын. Көріңіздер Кореяның жолдары, табиғаты қандай екенін. Арманға қараңыздар. Мына роботты қарасаңыз, кофені жасап беріп жатырмын. Біз жолда тоқтадық. Осы жерде қазір тамақтанайын деп жатырмыз. Барлығымызға өзіміздің не жегіміз келетінімізді заказ еткізді. Сөйтіп тамақ жеп, газельге отырып, примерно 1 сағаттай өткен шығар. Солай біз барып демалып қайттық. Сіздерге барған жердің коттеджін түсіріп көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Арман, маған қараш. Иготаға. Иготай санаса. Красавчик, мен балам. Бәтсе. 엄마 치트크 했는데. Я, сәттікі ғой. Біз Кванали деген мостқа жақындадық. Қазір осы мосттың үстінен өтеміз. Кваналиді естіген боларсыздар. Пусан жақта орналасқан өте известный мост. Сол барлық туристер келіп осы жерде фотоға түседі, осы пляжда жүреді. Біз шомылуға келдік. Что шомылу? Обычно? Осылай? Бассейн, общий бассейн. Арука ауырып жатыр, что-то идет. Ару, 괜찮아? Напа? Біз келдік демалуға. Балдар шомылып жатыр. Мен сіздерге видео түсіріп жатырмын. Не себепті мен бұл центрде тұрып жатырмын? Біріншіден, балдарыма қарауға уақыт бар, және де өзіме көңіл бөлуге, және де сабақ оқуға уақыт бар. Сол себепті мен осы центрде тұрып жатырмын. Және де плюс бұл жерде бізге физически, психологически, морально барлық жағынан көмек етеді. Бұл жерде біз тек қана тұрмаймыз, жаңағы Кореяның бүкіл жаңағы музейлері, жаңағы керекті білу керек деген сияқты салт дәстүрлерді бізге үйретеді, көрсетеді, тарихын көрсетеді, қыдыртады деген сияқты. Және де әртүрлі ұлттардың қыздармен тұрғаннан кейін барлығына қарап, көзің ашылып, мен осындай екенмін ғой деген сияқты сондай бір ойға келеді екенсің. Өзі бұрыннан мен кішкентай кезімнен бір арманым болатын анандай қыздармен тұруға, да, вот когда студент болған кезде я хотела вообще общежитиеда тұруға или квартирада қыздармен, да. Ал мен всю жизнь әке-шешеммен тұрғаннан кейін сол возможность менде как будто бір ішімде қалып кеткендей болды. Сол арман. И вот сол арман қазір менде орындалып жатыр. Осы центрде тұрып, қыздармен тұрып, қандай болатынын көріп жатырмын. Енді мен еріккеннен былай ғана тұрып жатқан жоқпын. Бұл үйде, бұл жерде, центрде бізге тұрған үшін және де бізге ақшалай көмек береді. Мен қазір сыртта просто так арманмен тұратын болсам да, сол ақшаны мен жинайды екенмін да, ал қалған ақша өзімнің расходыма жаңағы тамаққа, үйге кетеді. Сол себепті соның бәрін есептеп көрсем, оказывается, лучше мне выгодно здесь жить. Сол үшін мен балдарымды тоже көндіріп, жаңағы шыдаңдар, тұрамыз, көріңдер деген сияқты сол
айтып бұларға сол тұрып жатырмын. Бірақтан суббота воскресенье біз всегда ата енемізге барып қайтамыз, демаламыз деген сияқты. И плюс мына жерде мұғалімдер көп болғаннан кейін ару арман шыны керек өскен сайын тәрбиесі да анандай мінездері да шығып, айтқан тілді тыңдамайтын сондай қылықтары шыққан кезде мен өте қатты жынданам. Сол үшін осы жерде тұрып, осы жердің жақсы көмегі тиіп жатыр. Мұғалімдер маған реально үлкен поддержка беріп жатыр. Енеңмен күйеуіңмен тұрған кезде бұл моментте осындай проблемалар шыққанда үлкен нерв те кетеді, үлкен ұрыс та болады. Сол үшін сол ұрыс нерв болмас үшін мен шыны керек осы жерде қалуды шештім. Енді сәл кішкене оқып, білім алып, ақшамды жинап, кейін алла жазса шығуға тырысамын. Өзі бұл центрде в основном үлкен проблемалар бар адамдар тұрады, который үйлері жоқ, баратын жері жоқ, ақшалары жоқ, және де кәріс күйеулері ұрған или үйден қуған, баласыз жалғыз қалып кеткен қыздар, вот сондайлар в основном келеді. Ал менде ондай чересчур ондай проблемалар болған жоқ, бірақ та мен кәдімгідей барлығын шындығын айтқан болатын. Сол кезде маған бұлар не обязательно ұру, не обязательно соғу, ол ғана емес. Егер де күйеуің саған ақша бермесе, сөздің өзімен сенің жыныңа тисе, бұның өзі бір какой-то издевательство. Сол үшін ты как-то менің состоянием положено бұл үйде тұруға деп солай айтты. Содан кейін мен ладно, көре салайыншы, барып көре салайын, что там, что за дом, что за центр. Жұрттар айтады, но конкретно ничего не знают. Соған бір барып басымды сұғып көре салайын, что мне терять. Потом дальше бір адамдарға бір пайдасы да тиіп қалар, көмегі да тиіп қалар деген оймен шыны керек мен осы центрге келген болатынмын. Шыны керек келгеніме не жалею. Мен ата-енемнің үйінде тұрып тек қана жұмыс істеп осылай жүргенмен осы центрде тұрған салыстыратын болсам, менің көп білген нәрсем осы центрден, чем 4 жыл мен енемнің үйінде тұрғаннан гөрі нерв болып ұрысып қаласың. Ата-енем жақсы болса да, күшті болса да, все равно бір үйде тұрғаннан кейін қырылысасың, ұрысасың, мінезің сыйыспайды, неше түрлі жағдайлар болады. Оның барлығын сізге біреуін айттым, біреуін айтпадым деген сияқты. Сондай балдардың мінезі бар, ауратыны бар деген сияқты. Сол біз шыны керек самый подходящий моментте мен келдім. И плюс айтпақшы, мен бұл жерге келгеннен бастап я себе операцию сделала. Менде женский үлкен бір опухоль шыққан болатын. Мен ол опухольмен шыны керек 1 жыл жүрдім. Менің мазамды алған жоқ болатын ол опухоль. Бірақтан мен ақшаға бола бірінші жинап алайыншы, бірінші Қазақстанға барып алайын, кейін все сделаю деген сияқты. Ал бұл опухольға даже ешқайсы да көңілді бөлген жоқ, внимание да бөлген жоқ, емдеу керек қой деп ойлаған да адамдар болған жоқ. Шыны керек өзі бір Алланың өзі мені ойлап шыны керек айтады, все плохое к лучшему деп. Бір жағынан қысып болса да осы мен центрге бір проблеманы создавать еткізіп, мені жіберткізіп, осы үйге денсаулығымды емдеткізіп, жаңағы керек ақшамды жинатқызып, балдарыма дұрыс воспитание бергізіп, тұрғызып жатыр. Мен сол моменттерді осы Алланың осындай құдіретіне ризамын, шыны керек. Жай-жайлап бәрі болады деген үміттемін. Сол әлі еш нәрседен құламай, жаңағы да өкінбей, алға басуға тырысып жатырмын, не сдаваться, чтобы сол барлығын енді сіздерге шындығын айтып отырмын, ешқандай без краски, без ничего. Бұл центрде тұрған өзі ұят нәрсе, на самом деле жұрттар айтпайды ғой, осындай центрде тұрдым деген сияқты. Өзі көп адамдарға ұят нәрсе, маған лично ұят емес, потому что бұл өмір, бұл менің өмірім. Так что сіздер біреулеріңізге пайдаларыңызда тиіп қалуы мүмкін. Құламас үшін қайда болсаңыздар да 12 мүшелеріңіз сау, қайда тұрып атсаңыздар да балдарыңыз аман есен. Бұл проблемалардың бәрі мелочь. Алла жазса
болашақта көп нәрсе жақсылық күтіп жатыр деген сияқты. Сол және де осы центрде тұрғаннан мен айтқым келген нәрсе осы ару арманның воспитаниясы да андай көзқарасы да кішкене өзгерді. Өйткені ата енем үйінде тұрған кезде еш нәрсе ойламайды, әпер деген нәрсені әперу керексің, сондай болатын. Мына үйге келгеннен кейін кішкене болса да өзгерттім бар ғой характерлерін. Енді болашақта көреміз, қалай что будет. Они просто хотят видеть, что у тебя настроение хорошее, надо. Біз арнайы кофешопқа келдік, балдарға специально осындай ойнап отыратын, ал біз кофемізді спокойно душу ішуге болатын арнайы осылай специально бронировать етіп дайындап жасап қойған жер. Сол балдар қараңыздар, өнерлері әркімнің, хаксендер, который мектепте оқитын, садикте оқитын, ару арман өзі жаңағы бояп, жаңағы өзі құрастырып, пластилиндерді, формаларды таңдап өздері жасап жатыр. Өз кәріспен вегуктарын араласқан, жаңағы кәріспен басқа елдің балдары араласқан ба, или өздерігі да күшті шығар, білмеймін. Филиппиндердің балдары енді өнерлі, қолдарынан күшті сурет салу да келеді, өнерді жасау келеді. Әйтеуір пысық. Және де осылай подарка берді. Мына жерде бізге үйге келгеннен кейін бізге уже торт, десерт дайындап қойды. Арасында бізді еркелетіп отырады центр.